Бұл видеодан ішекті емханаға бармай-ақ тазалауды үйренетін боласыздар. Ішекті қалай тазалаймыз? Адам орта есеппен 70 жыл өмір сүреді десек, осы уақыт ішінде ішек арқылы шамамен 100 тонна тамақ және 40 мың литр сұйықтық өтеді. Нәтижесінде ішекте 15 килодан астам несеп тастары, ағзаға зиян келтіретін улы қалдықтар жиналады. Жиі іш қату, зат алмасудың бұзылуы, қант диабеті, аллергия, артық салмақ, бауыр мен бүйректің ауруы, есту және көру қабілетінің нашарлауы, тері аурулары ішектің ластанғанынан хабар береді. Клизманың көмегімен тоқішектің кішкене бөлігі ғана тазаланады. Ал ішекті аппараттармен жуу біріншіден өте қымбат, екіншіден біраз уақытты қажет етеді және ішек микрофлорасы бұзылады. Небәрі 1-2 шай қасық зығыр тұқымынан жасалған ұн 2-3 аптаның ішінде тоқішек пен ас ішекті көп жылдық қоқыстан тазартады. Әрі ішек микрофлорасына ешқандай кері әсерін тигізбейді. Бұл әдіс салмақты тез қалыпқа келтіруге және артық салмақтан арылуға да көмектеседі. Зығыр тұқымынан алынған ұн жаңадан ұнтақталған болуы керек. Токсиндер мен шлактарды ағзадан шығарып, қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Ал антипаразиттік қасиетке ие гельминттер саңырауқұлақтар мен вирустарға қарсы әсер етеді. Қолдану нұсқаулығы. Жоғарғы тыныс алу жолдарының, асқазан ішек жолдарының шырышты қабығының қабыну процестері, гастрит, асқазан мен 12 елі ішектің ойық жарасы, зәр шығару жолдарының аурулары, пиелит, цистит, артық салмақ, липид алмасуының бұзылуы. Осындай аурулар кездескен кезде осы өнімді пайдаланғанымыз өте дұрыс. Қолдану тәсілі. Антипаразиттік қасиеті бар тағамдарды дайындау үшін 1 порцияға 1 шай қасықтан қолданылады. Ішекті тазалау үшін мына ретті қатаң сақтау қажет. 1 аптада күн сайын 1 шай қасық зығыр ұнын 100 грамм йогурт немесе айранға араластырып ішу қажет. 2 аптада зығыр ұнының 2 шай қасығын 100 грамм йогурт немесе қаймақ немесе айранға қосып қабылдайсыз. Бұл қоспаны таңғы ас орнына қабылдайды. Тоқ және аш ішектер несеп тастарынан, паразиттерден тазартылады. Сонымен қатар ішек микрофлорасы толық сақталады. Ішекті тазарту кезеңінде міндетті түрде күніне 2 литрдей су ішіңіз.